Ең бірінші басшылар ел сатпа, бұрын сатып қойсаң да енді сатпа, аманат қып қалдырған астыңдағы ата-баба мұра қылған жерді сатпа, үкімет келімсекке май шелпек қып, сол елдің қойнындағы кенін сатпа. Ал екінші уәзірлер заңды сақта, сен ояу бол, біз кейде қалықсақ та, аманат қып құлағыңа сыбырлап, сырын айтқан ханды сатпа. Ал үшінші арулар арты сатпа, арсыз ғана құлайды әр құшаққа. Адал ұрпақ бауырыңнан көнсін десең, ақ жүзді ақ некемен жар құшақта. Ал төртінші ұстаздар білім сатпа, бәйтерек тамырының түбін шаппа. Білімсіз ұл көп ұзамай құл болады, құлдық нұқта кигізбе құлыншаққа. Аманат қып қолыңа тапсырғасын, алаштың ұлы менен қызын сақта. Ал жастарым жүректің туын сақта, заманға сай қашанда құбылсақта. Біз жұмаққа жолдама ала алмаймыз, Сирияға семьямен шұбырсақта. Ата-ананың разылығын алу керек, жалынып аяғына жығылсақта. Ананың сүтіменен қанға сіңген, атаның дәстүрімен тілін сатпа. Содан кейін үкімет жетім сатпа, қидалап кесіп тіліп етін сатпа. Байымайып қояйық бала сатып, жапырақ байлап жалаңаш отырсақта. Жүрегімнен көшкенде жыр көшеді, ақиқатпен әрине үндеседі. Бұқараға 11 тілек айтып кеткен, Бұқардан қалған өлең бұл көшеге. Сатылмайтын жеті бірдей нәрсені айттым, оған кім баға қойып құн көседі. Осы жеті құндылық сатылмаса, жеті ұрпағың бақытты күн көшеді.